Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Қызық Гейм каналы. Енді мен көптен бері видеоролик шығармадым, сол үшін сіздердің кешірім сұраймын. Енді бүгін бұл видеороликта Майнкрафт емес, басқа ойын жасатын боламыз. Оның аты Хейдей. Міне осыны жетейік. Бұл Хейдей ойыны мен достарымнан естігенмін, өте жақсы ойын және қызықты деп. Supercell компаниясынан шыққан екен. Мен қазір суреттерін көрейік. Хорошая погода, круглый год. Солай міне. Зверушки у каждого дома, счастье на каждом шагу. Енді бұл ойында ферма сияқты. Ферма. Міне қазір комментарияны көрейік. 2 года играю. Обожаю эту игру. Она становится все интересной. Но после последнего обновления игра вылетела 3 дня переустановила. Впоследствии потерял свою первую 8 уровень. Начала заново, и такая же история. После 1 дня игры вылетает, пишет, произошла ошибка. Очень расстроен, даже потерял ферму с 8 уровнем. Не могу играть сначала, жаль. Поставили бы, хотя могли бы и все. Енді оған жалко болған екен. Міне Морусова Юлия деген қызға 65 уровеньге келіп ойын лақтырып жіберген ба, бір деген ошибка болған. Енді біз Хейдей ойын келесі видеороликтардан бастап Хейдей ойын ойнайтын боламыз. Егер бұл ойын сіздерге ұнап жатса, лайктарыңызды басып және каналға тіркелгендеріңізді сұраймын. Егер ұнамай жатса, комментарияға қалдырыңыздар. Яғни бұл ойын ұнамайды, басқа ойынша сол ойынды ойна деп. Мысалы Clash of Clans, Clash Royale деген сияқты. Міне қазір ойын қосылып жатыр. Бұны өткізе саламын. Welcome. Міне привет. Атасынан сәлем келді. Не дейді екен? Фермер ойыңа басыңа ойын келмеді ма дейді. Ойыңа фермер болып келмеді ма дейді. На пенсию фермер, то если, конечно, она тебе нужна. Сонда атасы пенсияға кетіп, ол фермасын бізге қалдырып кетейін деп жатыр. Вперед навстречу новому все. Енді біз бастайтын боламыз. Енді біз бұл ойында бірінші рет ойнайын деп жатырмыз. Енді сәтті болсын деп тілеймін. Собирай урожай, производи товар, экономи запасы, а потом продавай дейді. Окей, Google. Загрузка болып жатыр. Міне болды. Өзінің керек емес бұл. Иді. Это что вырос свою ферму. Окей. Привет, я мистер Вики, и я помогу тебе основаться на твоей новой ферме. Сбор урожай. Біз егіндерді қазір орақпен орып аламыз. Орда бізде еще амбар бар екен. Енді қайтадан оны егіп қоямыз. Егіп қояйық. Для роста семян требуется время. Уақытпен өседі екен, прекрасно сказать, я думаю. Ой, міне ақ краскамен қазір үйімізді бояйтын боламыз. О, не деген үй десеңізші. Енді өзіміздің амбарымызды бояйық. Амбар кішкен қызық естілеткен. Енді кешірім сұраймын, жаман ойға емес, просто қызық екен да, амбар. Здорово, опять, давай позаведем пернатых друзей. О, тауық ферма ма? Тауық шығаратын, ең бірінші бізде тауық ферма болады екен. Тауық сатып алайық. Неше тауық? 3 тауық дейді. 3 тауық сатып алдық. Енді біз соларға жем беруіміз керек. Жем берейік, одан кейін бізге жұмыртқа беретін шығар олар. Біз ускорить ете салайық. Енді біз олардың жұмыртқаларын жинайтын боламыз. Жұмыртқаларын жинадық, қайтадан жем беріп қоя берейік. Бізге нан шығаратын базармен теперь ты фермер 2 уровня дейді. Бізге посетитель келді.
Привет, я Майк, владелец торговельности рядом с городом. Как называется теперь твоя прекрасная ферма? Дейді. Қазақстан деп қояйық. Енді өзіміздің еліміз, туған еліміз. Казахстан ферма. Как здорово, что кто-то хорошо распоряжается этой землей. Ладно, увидимся. Так, пока. Того, что весь это пшеница, хлеб, новый пекарный. Но не сил, ладно. О, 5 лет қиды. О, біз қиды ойынына 5 жыл болған екен, сол үшін бізге сыйлық берді. 10 кристалл. Пекарня, нан шығаратын завод саламыз енді. Аха, түсіндім. Енді бізге басында барлық ойында өзін үйрететін болады. Бұлда да сондай екен. 2 нан шығара салайық. Ускорить етеміз. Кажется, мы пускаем платить. Ол бізге жем шығаратын және бір кристалл 3 жер берді. Если сегодня счастлив ферма, что живем всегда был с этим построен. Бізге тауықтарымыз және сиырларымыз семіз болсын, бізге жем шығаратын салу керек. Мына жерге қойық. Бұл қызық ойын сияқты. Енді біз бұларға кукуруза егеміз, кукуруза. Қайтадан бізге бір посетитель келді, ол қыз не дейді екен, көрейік. Откуда этот чудесный аромат? Ой, где мой манера? Позвольте присоединиться. О, берег. Банан. В таком бизнес-принцип продолжи собрать урожай на полях и яйца на продажу печь хлеб. Жем шығаратын шықты бізде. Бізге не керек екен? О, біз 4-ші рүйін болдық. О, бізге КамАЗ келе жатыр. Бұл бізге товар алып келе ме, біз оған беріп жібереміз, сондай бір деген болады қазір. Деген ойдамын, болады деген ойдам, көрейік. Біреу грузок доставка. Біз енді оған береді екенбіз дұрыс. 3 яйца. 2 яйца береміз. Сонда біз оған товар беріп береміз, сол бізге оның ақшасын әкеп береді екен. Түсіндік. Жақсы оқиды, ақша тауып тұрамыз. Келе жатыр. О, міне келе жатыр ақшамен десеңші. Неше ақша шығатын? 100 теңге шығатын жанады. Көп шақты ол қағап шықты. Ой, 16 ақша оғанда шүкір. О, міне детский сады. Ол бізге бала бақшадан рахметін айта, осындай сурет салып жүрген. Оларға да көп-көп рахмет. Енді қайтадан бір доставка жіберейік. Көрейік. Қайтадан беріп жіберді енді оған. Мына жерде қайтадан сыйлық тұр. 5 лет қиды. Бізге торт беріп жіберді. Рахмет, тортың үшін тойып алдым. Яқта магазиндарды көрейік. Куртса сатып алайық ба? Куртса сатып алайық. Оның ешқандай зияны жоқ, міне қайтадан 16 ақша берді. Бердік. Жем шығара салайық. Ой, бізге әлі көп зат керек екен. Енді біз не істейміз? Айтса не істейміз? Қазір міне біздің пшеницаларымыз егіліп өсіп болсын. Одан кейін әрі қарай ойнайтын боламыз. Үйді басып көрейік, тастайын открывается. О, міне біздің амбарымыз.
ол өлшейтігі, я оны біз көтеруге де болады екен. Міне магазинді көрейік. Сиыр бар екен, шошқа, қой, ешкі, араға дейін бар екен. Мәссаған, не деген иттер десеңші. Ой, міне мысыққа дейін бар ғой даже. Мәссаған, жылқыға дейін бар, қоян, есек, барлығы бар бұл жерде. Міне мыналар жаңағылардың қойға арналған собачья будка бар екен. Молоко, сүт шығаратын, сахар шығаратын, попкорн шығаратын, гриль тауықтың езімен, пештілі пирог. Көп деген заттар бар екен. Қызық сияқты бұл ойын. Бізге біреу келді ма? Міне біреу келе жатыр, бұл старый бек. Көрейік үстінің басын. Привет, я Грег, твой сосед. Если понадобятся инструменты, заходи ко мне домой, сразу помогу дейді. Көрейік. Грег. Мәссаған. Міне мына жерден сатып алуға болады екен. Жақсы. 5 нейін сата салайық. Рад был тебя вспомнить. Ё-майо. Базар жоқ. Әдемі базар, міне біздікі де осындай болады деген ойдамыз, Құдай қаласа. Міне олардың иттері, мысықтары барлығы жүр. Міне шошқалары жүр, кір болып. Міне қойлары, тауықтары барлығы бар екен мынада. Мәссаған, мына кемені қарасаңыз. Әдемі. Мәссаған, мына жақта бірдеңелер бар. Қой, үйге қайтайық, өзіміздің осындай қылып күшейтейік өзіміздің базамыз. Ого, Греги, правда, очень любезный, ты можешь давать больше друзей. Ага, түсіндік. Не болды? Мына жақтан қайтадан еуге болады екен. Мына жаққа қоя салайық. Кукуруза шықты, кукурузаны мына 3 нені еге салайық. Одан кейін 12 пшеница. Кукурузаны еге салайық. Қызық ойын сияқты, ойын қызып жатыр. Енді келесі бөлімнен бастап күшейтетін боламыз. Бұл базамызды сіздермен болған Қызық Гейм каналы. Егер бұл ойын ұнап жатса, лайктарыңызды басып, және каналға тіркелгендеріңізді сұраймын. Енді келесі видеоролик 2 лайктан жарайды, 1 лайк жиналса, келесі видеоролик шығатын болады. Сау болыңыздар. Енді келесі видеороликтан бастап жақсы күшейтеміз деген ойдамыз, бәріміз бірге қосылып. Сау болыңыздар, каналға тіркеліп лайктарыңызды басыңыздар. Смело.